Ақылбай Абайұлы, Дағыстан. Дағыстан Кавказдағы кәрі жүсіп, қисса ғып айтқым келді көңілім түсіп. Тепе-тең тек жатудың табы батып, білмедім не қылуды ішім пысып. Сынауыңа сорғалап түспесе де, сөкпеңдер мына сөзі қалай десіп. Біліккен соң ер сөзін ермек еттім, осыны айтпасам да өнер қысып. Қазақтың қап дегені Кавказ серік, тәңірім сол биік еткен ерек. Ақырып айдахардай жүз толғанып, тауды бұзып тас жарған долы терек. Артық нәрсе дүниеде айтпақ үшін, деме жүр тау мен өзен неге керек. Қолдан келер айла жоқ жанға рахат, хикметін тамаша көрсетелік. Кавказды сол қылған құдай қалап, көрген адам кете алмас тамашалап. Белгілі ер Черкестен көп халық бар, сол тауда өмір сүрген жана салап. Сөйлеймін сол таудағы Дағыстаннан, жауменен жалығы жоқ шабысқаннан. Күні бүгін іркіліп көрген емес, бір сөзге қанжар алып қалысқаннан. Әдеті ата мұра баяғыдан, айтылар әңгімесі аяғынан. Қанығызса қанжарын қайтармайды, өзге елдің бұрын серме қаяғынан.